Армысыздар, Жансай арнасының құрметті көрермендері. Біз бүгінгі тақырыпты аяқтан өткен суық, яғни ол қалай ағзаға әсер етеді, ол қандай жағдайда асқынып бізді ауруханаға дейін жеткізуі мүмкін. Яғни соны алдын алу шараларын айтатын боламыз. Бұл әрекетті жасамас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Варикозды аяғыңызда аурулар болса, тромбоз болса, бұл жағдайда жасауға болмайды. Ауруханаға түспей қалай біз бойымыздағы суықты шығара аламыз, сол жайында әңгіме қозғамақпын. Яғни ол үшін күнделікті кешкісін өзіңізге аллергиялық реакция бермейтін кез келген май түрімен табаныңызды 10 минут уқалау. Яғни ол ешқандай уақытыңызды алмайды, ол сіздің қан тамыр жүйеңіздің дұрыс айналуына көмектеседі. Және онымен қоса аяғыңызды күнде ыстық суға салу, өзіңіз шыдайтын температурада, оған бір ас қасық сода, бір ас қасық тұз салып, яғни 10 күн бойы арасына бір күн тастап, болмаса күнделікті 10 күн үзбей жасайтын болсаңыз, бойыңыздағы суықталады, бір екінші қан айналымыңыз жақсарады. Одан кейін аяғыңыз жаурамайтын болады, аяғыңыз ұйымайтын болады. Яғни денсаулығыңыз жаймен қалыпқа келе бастайды. Адамның бойында суық болмаса, анша-мұнша аурудың барлығын біз емдеп алады екенбіз. Құрметті көрермендер, ауырғанша ауырмайтын жол іздейік. Лайк басып тіркеліп кетің.